жүрміз ба? Армысыздар, құрметті көрермендер. Біздің кітапханамыздың киелі шаңырағында бүгін қонақта біздің қаламыздың, жалпы қазақ елінің десек те болады, жарқын жұлдызы, кішкентай ғана жұлдызымыз Сағын Өмірбайұлы бізде қонақта. Және Сағынның вокал пәнінен дәріс беретін ұстазы Роза ханым. Роза ханым, Сағын шаңырағымызға қош келдіңіздер. Рахмет. Көп рахмет. Ассалаумағалейкум, қазақ ел. Жалпы Сағынның қысқаша өмір баянына, қысқаша өнер жолына тоқталар болса, Сағын анасының айтуы бойынша өте бір нәресте кезінен ерекше бала болған екен Сағын. Өте зерек, тілі ерте шыққан, әнге өте жаны құмар бала болып өскен екен. Тілі ерте шығып, президент боламын деп алдыңа мақсат қойып, сондай бір балалық арманмен, сондай мақсатымен өсіп келе жатқан дарын баламыздың бірі. Сағын қаламыздағы нөмірі 90-шы дарын балаларға арналған мамандандырылған гимназия мектебінің 5-ші сынып оқушысы. Солай ғой? Сонымен қатар Қарақат музыкалық мектебінің актерлік шеберлік сыныбында дәріс алатын сүйікті оқушыларының бірі. Сағынның жалпы кішкентай кезінен Сағын 4 жасыңнан бастап Абай атамыздың, Мұқағали аталарымыздың өлеңдерін сүйіп оқиған екенсің. Тамаша, 4 жасынан бастап солай өлең оқып, өзі бір ақын аталарына кішкентайына болып өсіп келе жатқан баламыз Сағынға алда алар асуларың биік болсын деп тілейміз. Сағын, жалпы енді өзің туралы бір қысқаша айтып өтші. Сен осы өнер жолындағы, актерлық жолында қалай бастадың? Мен өнер жолын басында дворец оқушылар сарайында. Оқушылар сарайында. Мен 6 жасында бірінші рет сол оқушылар сарайында сахнаға шығып, мен Ақбақай әнін айттым. Ол жерде маған негізі бірінші орынды алу керек еді. Бірінші орынды алдым, бірақ жюрилер маған айтты. Маған ескерту айтты. Бұл сенің расында сен әлі кішкентайсың, бұндай өлеңдер саған басқа репертуар таңдады. Содан соң мен дәл осы мақсатпен кеттім, жүрдім. Үш жерде Сағын кешіре бір Мақсат Айтжанұлы, сенің актерлық ұстазың ғой. Сол Мақсат ағамен сол актерлық шеберлікте ары қарай өнеріңді жалғастырдың ба сонда? Мақсат аға 8 немесе 9 жасында. 8 жасында бардым. Тамаша. 8 жасында бардым, мен басында сол жерде вокалда оқып жүрген кезімде, Қарағанды мектеп студиясында, біздің қасымызда кабинет болатын Мақсат ағай, Мақсат Айтжанұлы. Сол кезде бізді Мақсат ағай 2-3 күн болды артымыздан қуып жүргенде. Біздің мама, біздің анам, менің анам, Мақсат ағайды білмеген, сондықтан кетіп қала бергенде ол жерден. Сосын бір күні Мақсат ағай мен анамды ұстап алды. Сөйтті де айтты, сіз оқушыңызды бізге беріңіз деп. Сөйтті де мен сол Қарақат мектеп студиясында пәніне бардым. Сол бірінші күні. Яғни сонда Мақсат ағайың, ұстазың сені сыртыңнан көріп байқаған ғой, сенен керемет мына баладан актер шығаруға болады деп ойлаған ғой. Жарайды, керемет. Сол уақыттан бері сен Роза апаймен қатар Мақсат ағайыңнан да дәріс алып келесің, дұрыс па? Біздің Сағын баламыз жалпы барлық ән байқаулардан өзіміздегі, мысалы, Қазақстан бойынша ұйымдастырылған ән байқаулардың бәрінің бас жүлдегері естіп жатырмыз. Сонымен қатар Ресейде өткен 2 дүркін жаңағы ән фестивальдерінде 2 байқауда да бас жүлдені алып, гран-при
гран-при жүлдесін жеңіп алғансың. Жарайсың. Енді ұстазы ретінде Роза ханым, сағын туралы не айтар едіңіз? Жалпы сағынның табиғаты қандай? Қайырлы күн баршаңызға. Енді менің есімім Роза Нұрекқызы. Көп жылдан бергі балаларды тәрбиелеп келе жатқан тәжірибелі ұстазбын, ардагер ұстазбын. Енді сағыннан бұрында мен талай небір жұлдыздарды шығарғанмын өзімнің осы шығармашылық жолында. Осы сағын сияқты балалар маған өзі бір 5 жылда, 10 жылда бір келеді, жылда ондай бала шыға бермейді ғой, табиғаттың да бір өзінің көрініс шығару. Сол ағалардың жолымен осы сағын маған былтырғы жылы қыркүйек айында бұны анасы маған алып келді. Енді әр жерде оқытын деп отыр ғой, қазір бұрында басқа жерлерде өзі заңмен алып кетті. Бірақ енді ата-ананың қалауы, қай жерге берем десе баласын өзі біледі ғой, қазір ата-аналардың жаңағы интернет заманы деген. Сондықтан осы сағынды маған алып келді. Мен сағынды бұрын танымай кеттім, шынымды айтсам. Сонда бірақ білдім, тексердім, дауысты міндетті түрде тексеріп аламын балаларды. Сол кезде бұның дауысының өте күші бар, дауысының. Дауыс бір әдемілігі бар өзінше. Соны берген даусының вибрация дейміз музыкада дірілі менен оны діріл деген қоюдың өзінде бір шама уақыт кетеді. Балаларда кішкентай балаларды көбінесе бола береді. Бұның өзінің табиғатында бар екен сол. Содан өзіміз тіл табысып, осы сағынды мен тәрбиелеп кеттім. Енді жаңа өзі айтып отыр ғой, мен бірінші қатысқанда репертуарың сенған сай келмейді деп айтты деп. Оған мен қосылмаймын мысалы. Өйткені қазір дамыған заман. Бұрын деп айтады бұрын. Сол сияқты адам дамып отыру керек. Содан мен бұның дауысын байқадымда бірден мен бұған жаңағындай сол семейді хит дейді ғой, сондай әндерді мен бұған алдым. Бірақ менің үмітімді ақтады, оны алып шықты. Содан кейін бұның бір қасиеті, бұл қазақша ғой, енді өзі тәрбиесі қазақша, оқуда қазақша. Бірақ орысшанда келмей қатырып біледі деп айтпаймын, мен мектепті көлемінде білемін. Бірақ мен орысша өлеңдерді, итальянша, ағылшынша өлеңдерді үйретсем, соны как будто бұл сол тілді білетін адам сияқты айтады. Ол үлкен қасиет бұл. Ол әрбір балада бола бермейді ол. Ол да бір бұған ойына дарыған бір дарын. Мысалы итальянша өлеңді айтқанда бұл как будто бір итальян тілін білетін адам сияқты без акцент дейміз ғой, сөйтіп айтады бұл. Соған мен өте қуанамын. Жұмыс жасаймыз, кәдімгідей кәсіби деңгей түрінде мен жұмыс жасаймын. Сол жұмысымыз ары қарата өрістей берсін деп тілеймін. Сол осы бір жылдан аса уақыттың ішінде біз Республикалық мәдениет министрлігі ұйымдастырған өнерлі өрен деген байқауына қатысты. Сонда бұл бас жүлде алды. Министрліктен звондап бізге мына баланың дарыны керемет екен, бізге өте ұнады деп өзімізге жеке звондап алғыстарын білдірді. Ол енді ұстаз үшін үлкен жетістік. Мақтаныш. Ұстаз деген өзі сондай халық қой біз. Шәкіртінің жеңісімен бізге басқа ештеңе керек жоқ. Шәкіртіміз жеңіске жетіп жатса бітті, біз кәдімгі көкке жетіп, соныменен кәдімгі қуанып, өз баламызға біз олар қуанбайтын шығармыз. Бірақ шәкіртімізге мен өзім 50 жылдан аса жұмыс жасадым, сондай өмір бойы осылай жұмыс жасап келатырмын. Онан кейін жаңағы өздеріңіз айтып кеттіңіздер, ол халықаралық конкурсқа қатысты Алматыда, Астанада телевизиялық конкурсқа қатысты, сонда да бас жүлде алды бұл. Жаңағындай хит әндерменен, шетел тіліндегі, қазақ тіліндегі әндерді біз халық әндермен қалдырмаймыз, ол бізде бірінші орында тұрады, халық әндері. Өйткені байқаулардың шарты бойынша қазір біздің республикалық болсын, халықаралық болсын, міндетті түрде шетелдік бір әнді, хит әнді орындау керек. Өзі олардың жаңағы ережесі солай болды. Сондықтан біз ол ережеден шығып кете алмауымыз керек. Сонда ол балалар ол әнді орындай алмайды дегенде мен оған қосылмаймын. Өйткені ол баланың егер қабілеті болатын болса, оны дұрыстап жаңағындай соған миына салатын болсаңыз, ол алады ол әнді. Ол әнді ала алмайтын болса, мен мысалы репертуарға қосып едім. Мен әбден оны өлшеп бір кесіп, сол әнді бұған беруге мен ұйғарам өзім. Түн мен кейде ұйықтамайтын кезімде болады сол әндерді тыңдап. Қайсы
ақысын берсем екен қалай болар екен, алып кете алар ма екен деп оны аяқ астынан бере салмаймын. Енді көп ойланып өйткені ол репертуар таңдау деген өте күрделі нәрсе. Одан кейін жаңағы Москвада өтті дедік қой, сол бірінші конкурсқа жіберіп едік, одан қарасақ мың бәлен бала қатысқан. Сондағы солардың ішінен енді біз Москвада тамырымыз жоқ, танысымыз жоқ қой, былайша айтқанда. Ой, бәрі бүйтіп қойды дейтіндей. Солардың ішінен өздері жіберді, бас жүлде, тағы да екінші байқауға қатысыншы деді. Екінші байқауға жіберіп едік, одан да бас жүлде алып сөйтіп Краснодар қаласына шақырды негізі. Оған қазіргі мына жағдайға biraz пандемия жаңағы не ғой, қазір карантинге байланысты біз жағдаймен ол бүкіл дүниежүзінде болып жатқан нәрсе ғой, сондықтан біз айттық, біз оған бара алмаймыз. Бірақ та сіздерге көп рахмет деп бізде алғысымызды білдіріп, олар да алғысын білдіріп, осындай талантты тәрбиелегендеріңізге рахмет деп бізге алғыс хатын мен жеке атыма жіберді олар. Ол да біз үшін үлкен, Москва деген енді үлкен қала ғой, оған көп бүкіл дүниежүзіне қатысқан ол байқауға. Шынымызды айтсақ, біз басында енді өйтіп аламыз ба деп былай енді жібердік қой енді. Сөйтпеді өзімізде қатты қуандық. Өзінің атынан диплом келді, маған алғыс хат келді. Одан кейін жаңағы детский евровидение дейді, оған да біз қатыстық. Онда 684 баланың ішінен 30 бала таңдап алынды. 30 баланы таңдап алу деген, ол балалардың әрқайсысы сен тұр мен атайын деген балалар. Сол онда кәдімгі 10 шақтадан кәдімгі әділқазылар алқасы болды. Оның ішінде музыка мамандары, әншілер жаңағы сондайлар болды. Солар таңдады, соның ішіне кіргеніміздің өзі бізге үлкен жетістік болды. Одан кейін енді ары қарата дауыс беру деген бар ғой халықтың. Оған біздің ешқандай ренішіміз жоқ. Дауысымыз кішкене аздау болып қалған шығар, бірақ біздің болашағымыз алда. Біз оған бір байқаудан ол өзі мынау музыкаға келгеннен кейін ол бір көтерілу түсу дегенде болып тұрады кез келген адамда. Бірақ та біз оған мойымаймыз, біз алға қарай ұмтыла береміз, біз әрі қарата өзіміздің кәсіби деңгейімізді жетілдіре береміз. Сондықтан мен сағынменен енді жұмыс жасауға дайынмын. Сағынға да ұнайтын сияқты, өйткені ұстаз бен баланың екі ортасында бір орта сүйіспеншілік болу керек. Осы уақытқа дейін менің бітіріп кеткен балаларым осы уақытқа дейін маған хат жазып, бір оқушым, әсіресе мақтанатын оқушым бар, Есенов Ерасыл деген оқушым, оны мен 6 жасынан бастап дайындаған. Бұл бала қазір Питерде, Санкт-Петербургтағы Римский Корсаков консерваторияда оқиды. Сол бала маған әрбір вокал сабағынан апай, мен вокалдан мынандай сабақ өтіп отырмын, сіз тыңдаңызшы деп маған бүйтіп ақылдастырып, сізбен ақылдасып отырды. Соның өзі маған үлкен қуаныш, мен сол звондағанда мен уже бір көңілденіп, бүкіл бір күнге бір заряд алатын сияқты өзім. Енді Сағында келешекте ұстаздарын ұмытпайтын шығар. Соған Сағынға мен үлкен табыс тілеймін. Бұл әлі жас, ары қарата осындай ешқандай жаңағы мен осындай жұлдызбын деп кетпеу керек, ешқашанда қарапайымдылығын әрқашанда сақтау керек. Қарапайым болса, елге де сүйкімді боласың деп айтқым келеді. Дені сау болсын, сол болды. Рахмет, Роза ханым. Тамаша, ұстаз бен шәкірт арасындағы тығыз байланыс, бір жаңа өзіңіз айтқандай бір сүйіспеншілік, шәкірттің ұстазға деген сенімділігі, ал ұстаздың шәкіртіне деген сенімділігі, бұл бір баға жетпес байланыс. Міне, осындай ұстазың тұрғанда, Сағын, сенің әлі алар асуларың әлі көп деп ойлаймыз. Өте көп. Роза ханым, сізге үлкен рахмет. Шынымен осындай дарын балаларды дұрыс бағыт, бағдар беріп, бар көңіліңізді, ынтаңызды салып, бар махаббатыңызбен тәрбиелеп, осындай баланы тәрбиелеп отырған сізге алғысымыз шексіз. Ал осы орайда жаңа Сағын айтып өтті ғой, жаңа вокалмен қатар жаңа актерлық шеберлікті де қатар алып жүрсің ғой. Осы орайда актерлық шеберліктен саған дәріс беретін Мақсат Айтжанұлы мырзамен, ол кісі белгілі себептермен байланысты біздің бүгінгі сұхбатымызға келе алмады, бірақ бізбен тікелей эфир барысында қазір бізге қосылады. Мақсат мырза, сіз барсыз ба, біз сізді күтіп отырмыз, эфирде болсаңыз. Мақсат Айтжанұлы Сағынның актерлық шеберліктегі ұстазы. Мақсат аға қызмет бабымен іс-сапары
жолға шыққан екен. Мақсат аға, қайырлы күн Мақсат аға. Бізді естіп тұрсыз ба? Дауысын шығарсын. Дауысын шығарыңыз. Мақсат аға, қайырлы күн. Бізді естіп тұрсыз ба? Сіздің дауысыңыз естіліп жатыр. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Мақсат аға, сіз эфирдесіз. Бүгін біздің қонағымыз, өзіңізге кеше айтқан едік, шәкіртіңіз, алтын жұлдызымыз, біздің кішкентай жұлдызымыз Сағын шәкіртіңіз бізде қонақта. Сіз Сағынның актерлық шеберлік пәнін беретін ұстазсыз ғой. Я, осы орайда шәкіртіңізге айтар тілегіңіз, айтар бір сөзіңіз болса. Жалпы бүгін біздің Сағында арнайы қонақ етіп шақырғандарыңыз үшін үлкен ризашылығымды білдіремін алдыменен. Одан кейін ең үлкен рахметімді Сағынды осылай әнші ретінде бірнеше байқауларға дайындап, Сағынның талантын дөп басып, дауысын әрбір нотадан қайғанатпай тәрбиелеп жүрген Роза Әміре қызына үлкен ризашылығымды білдіремін. Роза Әміре қызы, сіздің бұған дейін де талай шәкірттеріңіз талай үлкен додаларда топ жарып жүрген. Ал енді Сағынның сіздей ұлағатты ұстазға тап келгені, ол, мен ойлаймын, жас өнерпаздың бағы. Енді мен Қарақат мектеп студиясында Сағынды актерлік шеберлік пәнінен тәрбиелейтін болсам, сол салада білім беретін болсам, Сағынды сіз бүгінгі таңда түрлі байқауларға дайындап жүрсіз. Сағынтай, айналайын, сенің осындай ұстазың бар, сен өте бақытты жансың. Сен қазір азды көпті елге танылып келе жатқан әншісің. Сен болашақта үлкен актер болатын жансың. Сондықтан осы өзіңнің сан қырлылығыңды ары қарай еңбекпенен ұштастыруыңа тілектеспін, айналайын. Бақытты бол. Сағын енді әнші ретінде додаларда көрініп, елдің намысын қорғап жүрсе, сонымен қатар Сағын бүгінгі таңда біздің Шымкент қалалық әзіл-сықақ және сатира театрының бір емес екі қойылымында актер ретінде ойнап, көрерменнің көзайымына айналып жүр. Одан бөлек Сағын жақында ғана, енді бұл тосын сый болсын, барлығын айтпай-ақ қояйын бірден. Жақында алдағы уақытта жуырда түсірілетін балаларға арналған телесериалда орталық рөлдердің бірін сомдайды. Сонда біз Роза Әміре қызы екеуміз, біреуіміз кәдімгі әншілігін шыңдасақ, екіншіміз актерлық шеберлігін шыңдауға барымызды салып еңбек етеміз. Ал әнші пен актерлық, мен ойлаймын, бұл Сағынның қос қанаты сияқты. Ал қос қанатсыз биікке ұша алмайды ғой. Ал біз Роза Әміре қызы екеуміз келісе отырып, бір-бірімізге кәдімгі Сағынды жаңағы бүгін апайыммен дайындал, ертең маған дайындал деп келісе отырып, Сағынды осылай үлкен өнерпаз етіп тәрбиелеуге барынша күш жігерімізді саламыз. Сіздерге тағы да үлкен рахмет. Бағың жансын, айналайын. Еңбектене бер. Рахмет, Мақсат Айтжанұлы, үлкен рахмет. Сізге де осылай шәкірттеріңіздің биік жетістікке жеткенін көріп, жемісін көруіңізге шын көңілмен тілектеспіз. Рахмет, Мақсат аға. Рахмет, сау болыңыздар. Сіздерге де рахмет. Мақсат бауырыма үлкен рахмет. Жаңағы айтып жатқан тілектерінің бәрі орындалсын. Өте жақсы көрем, талантты адам ретінде, кәсіби маман ретінде үлкен рахмет айтқым келеді Мақсат. Рахмет, Мақсат аға. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Ал Сағынжан, міне, сенің осындай, Мақсат ағаң айтқандай, екі ұстазың, екі жағыңда, екі қанатың болып, сен әлі биікке самғарсың, самғайсың деген үміттеміз. Бізге эфир барысында сұрақ келген екен, қоя кетейін. Сағынның орындайтын әндері лирикаға жақын ба? Патриоттық әндерді айтуды жақсы көре ме дейді?
Мен жауап берейін ұстаз ретінде. Мен сағында әртүрлі жанрда тәрбиелегім келеді. Бір ғана жанр емес, Димаш ағасы сияқты. Димаш негізі академиялық орындауда болған ғой. Бірақ бұның дауысы, Сағынның дауысы да сол академиялық орындауға келеді. Бірақ эстрадалық болсын, басқа жанрда халықтық болсын, орындауға бұның да шеберлігі жетеді. Сондықтан біздің репертуарымызда халық әні де бар, эстрадалық ән де бар, патриоттық әндер де бар, академиялық опера бағытындағы әндерде классикалық дейміз да, классикалық әндер де бар. Сондықтан біздің репертуарымыз өте кең, бір ғана бағытпен шектеліп қалмаймыз. Сол Димаш ағасының жолын берсін, келешекте әртүрлі жанрда ән айтуға бұның қабілеті жетеді. Рахмет. Сағын, осы орайда жаңа Мақсат ағаң айтып өткенде сен актерлық жаңа өзіңнің шеберлігімен бірнеше спектакльдерді сомдадың. Қанша спектакль сомдадың? 2 спектакль. 2 спектакльді сомдадың. Сонымен қатар ол қойылымдарда жаңа өзіміздің өңірімізге белгілі өнер майталмандары Жүсіп Ақшора ағамызбен, Уәлибек Абдырайымов ағаларымызбен бірге бірнеше спектакльдерді сомдаған болатынсың, солай ма? Тамаша. Осы орайда мына жерде бізге Сағын баламызға пікір тілектер айтылып жатыр екен көрермендерден. Сағын, биік белестерді бағындыра бер, керемет, талабыңа нұр жаусын, биіктерден көріне бер, көз тимесін дейді Сағын. Рахмет, құрметті көрермендер. Біздің осындай кішкентай бүлдіршіндерімізді, осындай бойындағы талабын, дарынын бір бағытқа, бір жақсы неге қойып, тәрбиелеп, биікке көтеріп отырған осы ұстаздарына мың алғыс айтамыз. Роза Әміреқызына және Мақсат Айтжанұлына үлкен алғыс білдіреміз сіздерге. Тағы бір сұрақ қойылған екен, Сағынның ән айтуға талабы қай кезден білінді? Мен жауап берейін бұл сұраққа. Мен бөпе кезінде, туылған кезімнен ауылда жүрдім. Бір өлеңді соң аңылдап айтып жүретін. Сол кезде анам мені байқап, гаражда, енді гараж емес, ас бөлмесінде маған Мәриям өлең үйреткен. Мәриям шәгім деген деп өзі айтып жүретін. Және де маған дірілді де сол анам үйретті, бетім үйрететін маған. Діріл дегенді бетім үйрететін. Мен және де Ақбақайды айтқан кезде оқушылар сарайында Ақайда деп тұрып айтқан, дәл солай айтқан. Өйткені анам маған кішкентай кезімнен бастап дәл осылай үйрететін, дірілді. Одан кейін мен өзім білдім, іздендім ән туралы. Әнді қалай дірілдетеді, қалай даусымды әдемі көрсетсем болады деп іздендім. Одан кейін мен тастадым. Және де сол жаңағы әнді бірінші сен ыңылдап әнге жақындығыңды байқаған анаң бірінші сені осы әнге, мынау Сағын балам әнге жақын екен деп сені сол кішкентайынан бөбек кезіңнен саған ән үйретіп бағыт берген алғашқы ұстазың анаң. Осы орайда Гаухар ханымға алғыс білдіреміз. Осындай ұлыңыз болғанына әрине ол барлық ананың мақтанышы ғой. Өлең деген ананың сүтімен келеді дейді ғой. Сол анасының соны байқап, соны тәрбиелегеніне мен де көп алғысымды білдіремін. Осы Сағынның соңынан жүгіріп, осыны қай жерге барса да сөйтіп жүрген анасы, әрине әкесі жұмыста, осы басты тілекші, қамқоршы. Сонда жетектеп жүрген анасына үлкен рахмет айтамын. Әрине, дұрыс қой, әке деген жұмыс басты, жұмыста болады, қамқоршы ана баласының сондай бір бойындағы дарынын байқап, осы баламды таланты бар екен, осына арғырай жүзеге асырайын деген оймен. Рахмет. Сені бұлай музыкадан хабар болмаса да өте анандай сол жаңалықтың бәрін біліп, менімен ақылдасып маған звондап сөйтіп деді апай деп тұрады. Өте анандай өзінің көзқарасы, өнерге деген кең негізі түсіне біледі өзі. Ол міндет түрде музыкант болуға міндет емес, адамның өзінің жаңағы ізденісіне, табиғатына байланысты деп біледі. Анам мені өзінің әкесіне тастады. Өйткені менің анамның әкесі, яғни нағашы атам, ол кісі де әнші болған кезінде. Және де көп тойларды жүргізетін, тамада болған.
Ал менің әке жағынан туған адам, олар аспаптарда ойнаған. Тамаша. Демек, Сағынның бойына анасынан, нағашы жағынан да дарыған, әкесі жағынан да. Ажықта кенде жатыр ғой енді. Қанда бар екен ғой бұндайда. Бұның ағасы, Әділжан деген ағасы да керемет талантты. Ол да ақын. Жаңағы ән шығарады, өлең шығарады. Өте бұлардың енді тұқымында өзі ажығында қанда бар деп ойлаймын. Тамаша. Сағын, сен әншіліктен, актерліктен бөлек біз білеміз, сені өзіміздің жергілікті оңтүстік телеарнасында сен жүргізушісің. Сен қандай бағдарламалар жүргізесің? Мен енді қазір Өлмира апайдан ауыстық біз. Мен қазір бала тілі бал айдарын жүргіземін. Ал Өлмира апайда мен тың деректі, бала тілі балды, ұзын құлақ дегеніміз, яғни сыртта адамдармен сөйлесіп, адамдармен хабар жасайсың. Біз барлығын жүргіземіз. Өлмира ханым, сенің сол телеарнадағы сенің ұстазың ғой. Жарайсың. Өлмира апайды да біз шақырған болатынбыз. Ол кісі сырқаттанып, мазасы болмай келе алмай қалып, кешірім сұраған болатын. Сонымен Дара бала атты Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналған 200-ден астам дарынды балалар бағдарламасына сен кастингсіз қатысқан екенсің. Осы туралы айта кетесің бе? Ол қандай бағдарлама? Дара бала бағдарламасында Дана Нұржігіт апай және де Дәулет аға жүргізді. Ол жерде мен білмеймін қалай шақырған. Бірақ біз бардық анаммен, оны анам да айтпайды. Анаммен бардық, және де сол жерде 4 қатысушы бар екен. 3 қатысушының біреуіне басында тағы бір әнші болды, бір әнші. Және де буынсыз бала атты бір бала болды, яғни гимнастик. Және де сол үшеуміз болдық та, және де Тамара апай келді. Тура мен сахнаға шыққан кезде сол апайым келді да, маған тілектер айтты, алғыс сөздер айтты. Тамаша. Жарайсың, Сағын. Сағын, көрермендерден сұрақ келіпті, кімді үлгі тұтасың дейді? Әншілерден мен Димаш ағамды үлгі тұтамын. Жарайсың, Димаш аға. Димаш ағамды өте қатты жақсы көремін. Ол да Қазақстанды ғана емес, бүкіл әлемді өзіне қаратқан жарқын жұлдызымыз біздің. Яғни біз осындай жұлдыздарымызбен мақтанамыз, марқаямыз. Қазақтың мақтанышы ғой. Димаш, дұрыс айтасыз, Роза ханым, қазақтың мақтанышы. Құдай қаласа, Алла бұйыртып жатса, біздің Сағын баламыз да сол Димаш ағасы сияқты біздің бүкіл қазақ елінің мақтанышы болып, биіктен көрінуіне тілектеспіз Сағын. Сағын, жалпы енді сен, біз кітапханадамыз ғой, енді кітапханада отырмыз. Сен кітапты сүйіп оқисың ба? Қандай кітаптар оқисың жалпы? Мен жалпы Абай Құнанбаевтың кітаптарын өте көп. Жарайсың. Абай Құнанбаевтың кеше кітабын, Абай Құнанбаевтың кітабын оқыдым. Кеше қыран бір не алмайды сағат деген өлең оқыдым. Жарайсың да. Абай атамыздың 175 жыл толуының қарсаңында барлық жерлерде, әр отбасыда болсын, Абай атамыздың кітаптары оқылып, шығармалары насихатталып жатыр ғой. Онда саған бір мен қонақкәде ретінде қолқа салсам Сағын. Сені жаңа Роза ханым ұстазың айтып өтті ғой, репертуарында бірнеше әндер бар, көптеген. Бізге бір керемет бір ән орындап берерсің ба? Әрине. Қарсы болмасаң, онда қандай ән орындайсың? Абай Құнанбайұлының Көзімнің қарасы. Көзімнің қарасы ән. Ал құрметті көрермендер, Сағын баламыздың орындауындағы Көзімнің қарасы ән назарларыңызға ұсынамыз.
Жарайсың Сағын, рахмет саған. Керемет дауыс, қандай талант. Талабыңа нұр жаусын Сағын. Сағын, сонымен жаңа айтып қой, сен түрлі спектакльдарға сомдайсың рөлдерді. Сонымен қатар балаларға арналған өзгеріс уақыт фильм. Сол фильмде сен жетім баланың рөлін сомдағансың. Сен енді толыққанды отбасынан шыққан баласың ғой. Саған жетім баланың рөлін сомдау қиынға соққан жоқ па? Қалай сомдап шықтың? Ойыңнан шықты ма жалпы? Жоқ, ойымнан шықты, иә. Біз ол жерде менің Дана апайым болған, Айдана апайым. Айдана Ташкулова болған. Ол мені баста маған актерский пәнінен үйреткен сол апайым. Мен басында Мейрам балалар киностудиясында оқыдым. Апайым, Айдана Ташкулова апайым, мені Қарағанды апарды жарыстарға, көп қалаларға апарды мені жарыстарға. Бәрімізді топпен, ол жерде топпен өтсен. Және де ол жерде бәріміз бір кино құрайық деген ой болды бәрімізде. Және де біз Дихан көл ауылына барып, сол жерде ол киноны түсірдік. Ол киноны түсіргенде маған ешқандай қиындық тумады. Өйткені ол жерде менің сол жерде бауырларымдай болып кеткен ағаларым, әпкелерім, інілерім жүр. Ол жерде мен өзімді еркін ұстадым, және де ешқандай қорыққан жоқ. Тамаша. Не деген дарын, талант, жарайсың Сағын. Шет өнерде азды тегін айтылмаған ғой. Жаңа тағы да бір нені ұмытып кетіппіз біз. Қазір біз республикалық айгөлек байқауына қатысып жатырмыз. Оған бүкіл республика көлемінен керемет көп балалар, мыңнан аса балалар қатысып, соның ішінде 12 бала іріктелді. Сол 12 баланың ішінде біз өттік Сағынымыз. 10 октябрьде Алматы қаласында сол бірінші концерті болады ашылуы. Онда жаңа патриоттық, халықтық, всемирный хит сол тақырыптардағы репертуарлар берілді. Төртінші егер финалда өтіп жатса бір жұлдыз берген кәдімгі хабардан көрсетіледі ол. Сол 12-нің ішінде бармыз, енді табыстаймын Сағынға да өзіме де жеңіп шықсақ деген ниетіміз бар. Сондай үлкен бір конкурстың алдында тұрмыз тағы да қазір. Ол кезде біз түсінде үйге қонақтар келген, анам тамақ беріп, шайын беріп жатқан. Сол кезде мен телефоннан Инстаграм көрдім. Сол кезде маған телефоннан звондады. Бір аты жағынағы нөмір. Сөйтінде алдым, бұл кім екен дедім. Сөйтсем, бұл Айгөлек конкурстан өткен бала Сағын Өмірбайұлы ма деді. Иә, Сағын Өмірбайұлы деді. Сіз Айгөлек конкурстан өттіңіз. Түсінбей қалдым. Сөйтіп бардым да мамама бердім. Анам алды да ана жерде салонасы бар, бұл кім екен деді. Сөйтіп апай айтты. Өмірбайұлы Сағынның анасысыз ба деді. Иә деді. Сіздер Айгөлек конкурстан өттіңіз деді. Сол кезде анам жылап жіберді. Қуанғанынан. Қуаныштың көз жасы ғой ол, әрине. Маған звондады, балаңыз деп айтады ғой, балаңыз өйтті, балаңыз бүйтті деп жатыр. Сол балаңыз өтті деп, біз басында оған басқа тілдегі итальянша әнді жібергенбіз. Қайта звондап болар, біз қазақша ән болу керек бізде өту үшін деп. Сөйтіп сол қазақша өткенде тағы конкурсқа қатысқан Шәмші Қалдаяқовтың бақыт құшағында әнін орындаған. Сол әнді жібердік, сонымен өтті. Енді қазір әртүрлі тақырып 3 жаңа әнді дайындап жатырмыз. Дайындық үстіндесіз. Дайындық үстіндеміз қазір сол өтсе, енді одан келешекте хабардар бола жатасыздар. Тамаша. Жұлдызың жана берсін деп тілейміз Сағын. Сұрақ келген екен, саған әншілік пен актерлікті бірге алып жүру қиын емес пе дейді. Мектепте сабақтарына үлгеріп жатырсың ба? Сабаққа иә, жарты сағатта бір сағаттай кешігем. Апайларым мен түсінеді, мен біледі. Мен актерлықта, вокалда оқып жүрген. Бірақ мен вокал жағынан кешікпеймін, өйткені Роза апайым сол мектепте оқыды. Мектепте біз дайындаламыз Роза апайым. Ал актерлық шеберлікке келгенде, актерлық шеберліктен кешікпеймін, яғни ол сенбі жексенбі күндер болады. Бір съемкалар болып қалатын күндер болады, дүйсенбі немесе жұма күндер болып қалады. Ол кезде мен сабақтарға жарты сағат бір сағат кешігемін. Енді ұстаздардың бәрі мектепте біледі, бірақ ол 90-шы мектепте білімге өте қатты маңыз. Қаладағы ең белгілі мектептердің бірі бар, қазір өздеріңіз білесіздер.
сондықтан ол сабақтан қалу деген ондайды бүйтіп оның басына сипап қарамайды ол мектепте. Бірақ сағын сол кейде концертке дегеннен кетіп қалса да қосымша тапсырмалар беріп, сынып жетекшілері өздері қосымша жұмыс жасап, бұл алып кетеді. Бұл барлық жағынан жеті бала өзі барлық жағынан алғыр ғой енді. Алғыр. Кейбір балалар қалбай қанша қатысып жүрсе де үлгермеуі мүмкін. Бірақ бұл алғырлығыменен соның бәрі үлгеріп кетеді. Оны өзіміз класс жетекшісімен де бәріміз, сынып жетекшілерімен бәрімен тығыз байланыста боламыз. Ескертеміз, осылай тапсырмаларыңызды күн бұрын беріп қойыңыздар деген сияқты біз тығыз байланыста болып бәріміз бірігіп жұмыла жұмыс жасаймыз. Бұл жерде ұстаздардың да ауызбіршілігі, ұстаздардың қолдауының арқасында басшымыз 93 мектептің директоры Арман Шынбайұлы қатты көмек көрсетеді, қолдайды, өнерін үнемі біздің сағын баламызға дауыс берейік, біздің сағын баламызды қолдайық деп жүреді үнемі. Осы үлкен қатты көңіл бөледі өнерге негізі. Әрине, шәкірті осындай жұлдыз болып жарқырап жатса, қандай басшы болса да, қандай ұстаз болса да, мақтан тұтып, барынша қолынан келгенше қолдау көрсетуге дайын тұрады ғой. Ол жағынан өте қатты көмек көрсетеді. Осы орайда сағынның білім алатын 90-шы дарынды балаларды дайындайтын мамандандырылған мектеп гимназиясының басшылығына, ұстаздарына, жалпы қолдау көрсететін жалпы барлық мұғалімдерінің барлығына үлкен алғысымызды білдіреміз. Роза ханым, сізге ерекше алғыс білдіреміз. Сіздердің осындай баланы жарық жұлдыз қылып әлемге танытатындарыңызға сенім білдіреміз. Еңбектеріңіз жана берсін дегіміз келеді. Рахмет. Тағы бір айтатын енді келешекте біз бұдан да үлкен жаңағы голос дети деген бар мысалы, білесіз, бүкіл шет мемлекеттерде де басқа. Соған да қатысамыз ба деген үмітіміз бар келешекте. Сол уақытта Шымкент қаласының тұрғындарына, құрметті тұрғындарына айтарым, сондай кезде біздің сағынға көптеп қолдау көрсетіп жүрсе деген тілегім бар халыққа. Халықтың қолдауы деген үлкен демеу ғой. Әрине демеу. Сағынды бүкіл қала болып, ауыл болып, дала болып, бәріміз қолдау көрсетіп, дауыс беріп жатса, сағын баламыз биік шыңдардан көрініп, жарық жұлдыз болып жарқырайды деген сенімдеміз. Сағынға көрермендерімізден тілек келіпті. Тіл көзден аман бол, талабыңа нұр жаусын. Еліміздің көк туын әлемде танытып, желбірете бер депті. Рахмет тілектеріңізге. Тағы көрерменіміз сұрапты, сағын, әншілік саған кімнен дарыды дейді. Жаңа айтып өткен болатын сағын. Сағынның нағашы атасы да керемет әнші болған. Әке жағынан да өзі сондай қандарында бар әншілік, актерлық жағы. Солай аталарынан дарыған екен. Құрметті Роза ханым, айналайын сағын. Біздің міне бүгінгі бір керемет сұхбатымыз өз мәресіне жетіп қалды. Осы орайда сағынға мынандай кішкентай жұлдыз деген қазіргі осы эфир барысындағы түсіріп суретке осындай күнтізбе дайындаған екен. Біздің программист балалар қыздарымыз міне күнтізбе да сағын өзінің суреттерімен осыны естелік ретінде саған ұсынамыз. Ал сонымен қатар біз кітапхана болғасын, біздің сыйлығымыз әрине кітап қой. Таныстырып өтсем, бұл кітап Мырзатай Жолдасбектің сөзді ұғатын кез келді деген кітап екен. Бұл кітапта мақалалар, сұхбаттар, ой толғаулар берілген керемет көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, танымал тұлға, белгілі ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор, халықаралық жоғарғы мектеп ғылымдар академиясының академигі, төтенше және өкілетті елші Мырзатай Жолдасбековтың жаңа кітабы. Осы Мырзатай Жолдасбеков атаң сияқты сен де биіктен көрінетін тұлға бол деп тілектейміз. Көп рахмет сіздерге. Сіздерге мен де өзім ұстаз атынан бізді сағын екеумізді арнап
хабарларыңызға шақырғандарыңызға көп рахмет. Жаңағы бауырым інім Мақсат Айтжанұлына жылы лебізіне көп рахмет. Мына жылы сағынға жолдап жатқан көрермендердің жылы лебізіне көп рахмет айтамын. Сіздерге де шығармашылық табыс тілеймін. Әрқашанда осындай дарындармен жұмыс жасай берулеріңізге тілеймін. Кітапханаларыңызда үлкен, кітаптарыңыз көп болып, оқырмандарыңыз көп бола берсін. Рахмет, Роза ханым. Сағын біз балалар кітапханасы болғасын, біздің оқырманымыз, біздің жаңағы балалар кітапханасына келетін оқырман ғой, біздің жарық жұлдызымыз. Неге біз осындай жұлдызымызды паш етіп, халыққа, әлемге танылуына бізде қолдау көрсетіп, бізде өзіміз үлесімізді қосып жатсақ, әрине ол бәріміз үшін мақтаныш ол. Шын көңілмен өзімде бір мақтанып, марқайып отырмын. Осындай өзіміздің Шымкент қаласында осындай бір жұлдыз баламыздың болғанына. Айналайын саған шынымен, шын көңіліммен саған биік белестерді бағындыра бер дегім келеді. Актерлық пен шеберлік, жаңағы вокалдық шеберлікті қатар алып жүріп, алдағы сенің өнер жолында сенің тек жолың ашық болсын дегім келеді. Рахмет. Биіктерден көріне бер. Ал сағын көрермендерге өзіңнің жаңағы достарыңа болсын, айтар тілегің болса, эфирді пайдаланып. Айтар тілегім, ешқашан ауырмаңдар, сақтық шараларын сақтаңдар, бақытты болыңдар. Және де кітап оқыңдар. Құрметті көрермендер, сағын баламыз айтқандай, кішкентай бүлдіршін балақайларымыз, біз сіздерді кітапханамыздың шаңырағында әрдайым күтетін боламыз. Келіңіздер, кітап оқыңыздар, бірге кітап оқып, рухани байық. Бар білім кітапта дейді ғой. Сонымен бірге кітап оқиық, құрметті көрермендер. Саған алдағы уақытта тек толағай табыстар тілейміз. Көп рахмет. Құрметті көрермендер, келесі кездескенше сау болыңыздар, аман болыңыздар.